Сәлеметсіздерме? Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Жамбыл ауылы Абай атындағы орта мектебінің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі Дүйсеметова Сәулеш Ермахановна. 5-ші сынып қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы Қазақстанның қызыл кітабы. Оқу мақсаты мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау, жанрлық ерекшеліктеріне сай рәсімделуімен құрылымын сақтап, хабарландыру құрастырып жазу. Бағалау критерийі берілген мәтіннен негізгі және қосымша ақпараттарды анықтайды, құрылымын сақтап, хабарландыру жазады. Балалар, оқулықтағы мәтінді оқып, танысамыз. Мәтінді мұқият оқып, негізгі және қосымша ақпаратты теріп жазамыз. Негізгі ақпарат, қосымша ақпарат деген кесте берілді. Сол негізгі ақпараттар сендер тақтадағы үлгідегідей негізгі ақпаратқа қызыл кітап туралы басты ақпаратты жазамыз. Мысалы, Қазақстанның қызыл кітабы алғаш рет 1978 жылы шықты. Ал енді қосымша ақпаратқа берілген мысалдар, деректер, дәлелдер жазады. Қызыл кітапта жануарлар суреті, Қазақстан аумағында таралу картасы және сол туралы ақпарат көрсетілген. Балалар, негізгі ақпарат, қосымша ақпарат деген кестені пайдалана отырып, көрсетілген мысалдар бойынша ары қарай мәтіннен дерек алып, жалғастырамыз. Яғни сендер негізгі және қосымша ақпаратты анықтайды, теріп жазып, кестені толтырады деген дисциплина бойынша жұмыс жасаңдар. Жақсы балалар, енді сендерге екінші тапсырма беріледі. Мәтінді негізге алып, хабарландыру жазыңдар. Балалар, сендер сыныптарыңмен шара өткізуге дайындалып жатырсыңдар. Қандай шара өткізетіндеріңді таңдаңдар. Алдымен қызыл кітапта не туралы жазылғанын мұқият оқып, содан кейін хабарландыру жазыңдар. Хабарландырудың құрылымын сақтаймыз. Мына дискурс бойынша жұмыс жасаймыз. Хабарландыру жазады, құрылымын сақтайды. Балалар, бірінші хабарландыру дегеніміз мекемелердің, ұйымдардың атынан оның мүшелеріне алдағы уақытта болатын іс-шаралар туралы хабарлап жеткізетін іс қағаздарының бір түрі. Құрылымы, құжат атауы, негізгі мәтіні. Үшінші, осы хабарландыруды таратқан бөлімнің атауы немесе мекеменің, жеке тұлғаның мекенжайы мен байланыс мәліметтері жазылады. Және балалар, олай болатын болса, таңдаған іс-шараларымыз бойынша хабарландыру жазып көрейік. Бүгінгі сабақ бойынша рефлексия, яғни кері байланыс жасаймыз. Менің сабақтан кейінгі әсерім кестесін толтырамыз. Бүгінгі сабақты өте отырып, балалар, сендерге қандай ой пайда болды қызыл кітап туралы? Қызыл кітаптағы аң жануарлар, құстарды оқи отырып, таныса отырып, не сезіндің? Кестені толтырамыз. Олай болатын болса, балалар, назарларыңызға рахмет, барлығыңызға жақсы жұмыс істеді деп ойлаймын. Сау болыңдар балалар.